Қараңдар, оң жақтағы сенсор 108 мегапиксель, ал сол жақтағы фото қарапайым сенсор, камераны аша салып түсіретін фото. Олай істемеңдер. Көрдіңіз ба, қандай бұлыңғыр? Достар, сәлем, менің қолымда Poco X5 Pro. Сол камераға қазір түсіріп жатырмын. Не себепті? Өйткені бұрын смартфонның дизайн, камерасы, дисплей, процессор деп айтқан кезде бүгін камерадан бастағым келіп тұр. Камера қалай түсіреді, фотоны қалай түсіреді. Ал видеосын қараңдар. Бұл стабилизациясы жоқ. Секундына 60 кадр, Full HD. Қазір мен стабилизациясын қосам. Стабилизациясын көреміз. Міне мен стабилизациясын қостым. Түзу түсіріп отқан сияқты. Мен кішкене жоғары төмен бастым. Жүргіздім. Түзу ұстап тұр. Керемет. Өз жұмысын атқарып жатыр. Міне қазір мен 4К-ны қостым. Бірақ естеріңде болсын, стабилизация қосылмайды 4К кезінде. Және соңғысы кинолық эффект дейді. 4К, бірақ жан-жақ кесілген, кино түсіргендей. Ұқсамай ма? Бұнда негізгі сенсор 108 мегапиксель түсіре алады. Бірақ сіз камераны аша салып түсірсеңіз, ол 108 мегапиксель болмайды. Егер 108-ге ауыстыратын болсаңыз, ішінде настройкадан еще-ның ішінде 108 деген бар. Соған қосу керек. Ол ауыстыратын болсаңыз, сіздің фотоңыз пиксельдер саны 3 есе көбейеді. Ал фотоның салмағы 4 есе көбейеді. Ауыр болады. Және бір көзбен қараған кезде ол байқалмайтын шығар. Егер жақындатсаңыз, 108 мегапиксель әлде қайда жақсы түсіреді. Мен қазір есік жабамын, осындай қараңғыда Poco X5 Pro-ны тексереміз. Ночь деген режимге қойдым, көрейік қалай екен. Әрине тастай қараңғыда ештеңе істей алмады. Қазір жарықпен көрейік. Мұндай сәл жарықта қандай фото шығады. Комментарийде сұрап еді, Poco X5-ті Honor 7-пен салыстыр деп. Қазір салыстырам фотоларын. Фото-видео туралы айтып болдым. Енді проц туралы. Процессорда жақсы. Snapdragon 778G. G деген ойынға бейімделген деген сөз. 8 ядралы, 6 нанометрлі. Графикасы Adreno 642L. L деген любой ойын көтереді деген сөз деп ойлап қалмаңдар. Бірақ мына Call of Duty ойында графикасы максималды түрде. Міне менің қолымда Poco X5 Pro. Және Poco X3 Pro. Өте удачно шыққан. X3 Pro, X3 деген сияқты екеуі. Екеуін енді процессордың мықтылығын тексеріп көрейік. Енді қараңыздар, бенчмарк тексердік екеуінде де. Екеуінің жауабын қараңыздар. Мынау Poco X3 Pro 976, ал мынау 839 қызығы. Бірақ көп ядраны тексеретін болсақ, мынау 2573, мынау 2600. Көп ядралыға мынаны жақсартты. Енді кім айту мүмкін? Poco X5-дің процессоры нашар деп кім айту мүмкін? Мынаған қараңыздар. Былай көрсетейінші.
Музыкасын тексерейік. Бұнда стерео, Dolby, Atmos, динамик. Енді көрейік. Басқа өлім. Және ең әдемісі бағасы. Қазір ол 189.900 теңге. Бұндай бағаға қандай смартфон алушы едің? Комментарийге жаз. Видео ұнаса, лайк бас. Сұрақтарың болса, комментарий жаз. Тіркелмесең, тіркел. Сау бол. Мен көбінесе мына смартфонды ал деп айтпаушы едім, бірақ мына Poco X5 Pro'ны өзіме алушы едім, егер басқа телефон болмағанда.